Сәлем қыздар, қалайсыздар? Бүгін ештеңе істемеймін, жатам. Дедім де, сосын қазір су ішіп келейін деп кухняға кірсем, кухнялар бір-бірімен төбелесіп, айқайласып, ыдыстармен шайқас болып отыр мына жақта. Білмеймін, не болған, бәрі қоқып жайрап жатыр ғой. Осы кухняға кірсем, ыдыс шыға береді жуатын. Бәрінде де солай ма? Тек газдың астына жақындап кетсең болды, тек ана раковинаның бәрі үйіліп қалады. Қой енді бәрін жайратып қоймайын деп, бәрін жуып, шаятын шайып, орындарына қояйын деп жуып жатырмын, бітпейді ғой мына шіркін ыдыс деген, білмеймін. Жалғыз өзім осы жерде жүретін, тамақ пісіргенде жалғыз өзім пісіремін. Білмеймін, неге сонша ыдыстарды неге бүлдіргем, вообще түсініп тұрған жоқпын. Соны бір ыдысты мен тамақ пісірсе болады ғой, жоқ, неше кастрюль, неше ыдыстың қасық, вилка бәрін бүлдіргенмін ғой. Қой енді бәрін жудым ғой, сендерді жетімсіретпей тоже сүртіп алайын деп шайникпен ненің сыртын сүртіп, бұдан кейін газға көштім. Газда маған қарап тұр, мені қашан жуасың деп. Оны да осылай жуып, бәрін сүртіп алдым. Осы жуандарың бәрі көрінсе ғой, біреу де көрінбейді ғой. Қазір 1-2 сағаттан кейін тағы тамақ пісіретін болсаң, или бірдеме шайник қоятын болсаң, бәрі осы жерге қайтадан қоқып, қайтадан жайрап жатады ғой. Қош құрсын бұрқылдай бермеші, бәрі істеп отырған өзінің үйің ғой, міндетсіме деп өз-өзіме кейде айтып қоямын осылай. Сөйтіп осылардың бәрін жуып, кафельдарын да сүртіп алдым. Сосын ана жердегі сыртында тұратын решеткаларын да жуып алдым. Сосын осылай пылесостап, қолқымдарын алып, жақсылап осылай сорып алдым бәрін. Сосын кішкене әйтеуір сұқыны кіріп, кухнямның түрі кіріп қалып, сосын айттым. Ертеңге дейін осылай қоқымай, жайрамай тұрыңдар деп сөйтті.